Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай конфеттің рецептісімен бөліскім келеді. Егер де сіз арықтағыңыз келіп ұстап жүрсеңіз, бірақ тәттіден бас тарта алмасаңыз, осындай конфет жасап жеуге кеңес беремін. Бұл өте пайдалы. Міне осындай құрма, яғни финикиді алып, жуып, жақсылап салқын суға салып қоямыз. 15 минут салқын суда тұру керек. Және сондай осындай миндаль алып, табаға аздап қуырып аламыз. Сәл ғана қызартып қуырып аламыз миндалімізді. Міне осылай миндалімді қуырып алдым. Енді кунжутты да табаға осылай қуырып аламын, сәл қызартып. Енді қазір конфетімді жасауға кірісеміз. Енді мен мына миндалімді алып блендерден өткіземін. Әбден уақыт алғанша блендерлеп аламын. Енді мына финикидің ішіндегі дәндерін алып тастаймын. Бұл жалпы тәттіміз біздің қантсыз, жұмыртқасы жасалады тәтті болғандықтан да шоколадтарды да қазір бәрінде без сахар аламыз. Міндетті түрде кәдімгі құрамында қанты жоқ шоколадтар аласыздар. Енді осы тазаланып алған финикимізді миндаліміздің үстіне салып, тағы да блендерлеп жібереміз. Екеуі бірдей массаға келу керек. Міне массамыз дайын болды. Енді осы массамды алып, қазір мен екі бөлікке бөліп, ұзынша сопақша цилиндр қылып жасаймын. Міне қолмен осылай дөңгелектеп алдым. Қазір мен үстіне енді жаңағы қуырып алған кунжутыме екеуін де аунатып, әбден біркелкі формаға келтіремін, ұзынша сопақша етіп. Мына барлық жеріне кунжут тиетіндей еттім. Енді қазір мен палочка алып, кез келген палочкамен ортасын бөліп, шұңқыр жасаймын. Және ол шұңқырды саусағыммен тегістеп, кішкене дұрыстап жіберемін. Енді осы лункіге мен секерсіз ақ шоколадты алып, микроволновкада ертіп алдым. Үстіне бір чай қасық қана өсімдік майын құйып ертіп алдым. Осыны осы жаңағы шұңқырымызға құйып толтырып шығамыз. Міне барлық ақ шоколадымды, ерткен ақ шоколадымды құйып шықтым. Және де әдемілік үшін жаңағыдай тоже без сахара қара шоколад алып, оны осылай үстінен жүргізіп шығып, және осылай таяқшамен әдемілеп салып жібердім. Міне 1 сағаттай холодильникке қойып алдым салқын жерде. Міне біздің тәттіміз дайын. Осылай кесіп шайға жіберсеңіздер болады. Өте пайдалы, витаминге бай, семіртпейтін, сондай керемет дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.